Израиль Ливан астанасы Бейрутқа қазір не үшін соққы жасап жатыр? Түсіндіріп өтейін. Басты себеп Хизбалла. Бұл шииттік ұйым 1980 жылдары Ливанда Иран сияқты ислам мемлекетін құру үшін ашылған. Бұл ұйымның басқаларға қарағанда ел әскерінен бөлек өз әскери қанаты бар. Оны ел билігі бақылай да алмайды. Ал оның негізгі демеушісі әрі қолдаушысы Иран болып отыр. Осы арқылы Хизбалла аймақтағы негізгі ойыншыға айналған. Радикал шииттер әскери жихадты жақтайды және насихаттайды. Олар бірнеше рет Израиль сияқты ел болмауы керек деп жойып жіберуге үндеген. Құрылғалы Хизбалла Израильдің әскери басымдығына қарсы қолданып келеді. Мысалы, ақш пен Израильге қарсы Бейрутта, еврей елшілеріне қарсы Аргентинада жасаған. Ал 2023 жылдан бастап Палестинадағы Хамасты қолдап, Израильдің солтүстігіне әуе соққыларын жасап келеді. Содан мыңдаған израильдік солтүстіктен оңтүстікке көшуге мәжбүр болған. Ал осы аптада Израиль бұл елге қарсы шабуылын үдетті. Мысалы, Хизбалла өкілдері жасырын коммуникация үшін қолданатын пейджерлер мен рациялар жарыла бастады. Бұл іс туралы Израиль билігі мәлімдеме жасамаса да, Хизбалла оны осы елдің арнайы қызмет жасады деп кек алатынын айтып отыр. Артынша Израиль Бейрутке әуе соққыларын жасай бастады. Бұл 2006 жылдан бері Ливан астанасына жасалған ең ауқымды шабуыл. Израиль осындай шабуылдар арқылы елдегі Хамас пен Хизбалланың жоғары лауазымды командирлерінің көзін жойып жатыр. Бұл оқиғалардың біреуін де қалдырмай, әшкере Telegram арнасына жазып жатырмыз. Сілтеме профильде жазылып қойыңыз.